Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, қазіргі уақытта хит болып жатқан жұп-жұмсақ сәукелі себет жасайтын боламыз. Ол үшін бірінші тестасын жасап аламыз. Суымызға дрожжды және қантты салып, бетін жауып, көтерілуге 10 минутқа қойып қоятын боламыз. 10 минуттан соң тестамызды дайындап бастаймыз. Сүтімізді, қантымызды, тұзымызды және бір жұмыртқа қосамыз. Сұйық май және де жаңағы ашытқымызды салып, жақсылап қамыр басатын боламыз. Қамырды қатты қылып басуымыз керек. Жұмсақ болса формасын ұстамайтын болады, сондықтан қатты қылып басыңыздар. Міне осылай қатты қылып басқаннан кейін бетіне аздап сұйық май құйып, тағы да осылай басып жібереміз де 2 сағаттай көтерілуге қоямыз. Қамырымыз қатты болғаннан кейін өте жай көтеріледі. Міне осылай баспай тұрып алып аламыз да 120 грамм қамырды кесіп аламыз. Бұл бізге сәукелеміздің төбесін жасауға. Енді осылай басып аламыз да тағы да 300 грамм қамыр алатын боламыз. Міне. Сәукелеміздің төбесін лағман созғандай етіп жасап аламыз. Осылай орап қойып қоятын боламыз. Енді ең маңызды бөлігі, бұл уақытта біздер ұзыннан жаямыз. Сопақша етіп, ұн сеуіп тұрамыз. Онды қатты сеппеу керек, әйтпесе соңынан жабыстырғанда жабыспай қалатын болады. Міне осылай сопақша етіп жаямыз. Енді бізге мынадай ролик қажет болады. Бұл роликтің тұтқасы болады, мен оны алып тастадым. Ол бізге керек емес. Және осылай қатылап басып, жабысып қалған жерін қолымызбен алып жүретін боламыз. Бұл песочный тестіға арналған болғандықтан, жіңішке тестілерге арналған болғандықтан, қалың тестілерді осылай арасында кейбір жерін қалдырып кетеді, оны пышақпен өзіміз кесіп жүретін боламыз. Міне барлығын реттеп шықтық. Енді жиектерін осылай артығын алып тастаймыз. Енді пергамент қағазға осылай қойып алдық. Міне іші кардон, сырты фольга. Майлаймыз міндетті түрде. Енді дәл видеодағыдай жасайтын боламыз. Осылай жабыстырамыз астын. Артық жерін кесіп алып тастаймыз. Міне. Ашылып кетпеу керек, сондықтан жақсылап жабыстырыңыздар. Сыртына жұмыртқаның сарысын жағып, қалауыңызша әсем дейсіз, біздер макпен кунжут септік. Бұған енді қолдың ептілігі керек аздап, сондықтан міндетті түрде істей беріңіздер, сіздерде міндетті түрде шығады. Заказбен жасатуларыңызға болады, ол үшін маған инстаграмға жаза қойыңыздар. Дастарханыңыздың сәні болады, өте әдемі болып шығады, сондықтан міндетті түрде істеп көріңіздер. Осыны қызып тұрған 200 градус пешке 15 минутқа 10 минутқа қойып аламыз, өте тез піседі. Егер кардоныңыз жұқа болып жатса, осылай түсіп кетуі мүмкін, сондықтан ортасына темір бір нәрсе қойып қоюларыңыз керек. Міне осылай пешке жібереміз.
және фольгадан осылай жасап аламыз. Бұл бізге жоғары қатты пісіп кетіп жатырса, соның үстіне қойып қоюға керек. Осылай істесек жоғары піспейді де жандары пісе беретін болады. Өте дәмді болып шығады, әдемі болып шығады, міндетті түрде істеп көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта біздің каналда осындай рецепттер болады, булочкалардың рецепттері. Сондықтан міндетті түрде колокольчик басып қоюды ұмытпаңыздар.